Оқу жылының басталуына орай Шымкент қаласында балалар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу және зиянды әрекеттерден аулақ болу мақсатында арнайы шара ұйымдастырылды. Заң мен тәртіп қағидаты аясында прокурор сағаты форматындағы кездесуге прокуратура және полиция қызметкерлері қатысты. Жиын барысында оқушыларға құқықтық сауаттылықты арттыру, заң талаптарын сақтау, қоғамға қауіп төндіретін әрекеттерден бойын аулақ ұстау жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Номері 145-ші жалпы орта білім беретін мектепте өткен жиынға оқушылар мен ұстаздар қатысты. Кездесу әуелі оқушылардың өздері әзірлеген бейнероликпен бастау алды. Арнайы дайындалған бейнематериалда есірткінің зияны мен құқық бұзушылықтың салдары көрсетіліп, жасөспірімдерге ой салатын тұстар ерекше атап өтілді. Жаңа оқу жылының басталуына орай қалалық прокуратурамен құқық қорғау органдарының ардагерлерімен бірігіп, уәкілетті мемлекеттік органдардың қатысуымен прокурор сағаты білім беру ұйымдарында өткізілуде. Ол прокурор сағатына Zoom арқылы 290 білім беру мектептері және колледждердің студенттері қосылып жатыр. Бұл жұмыстардың негізгі мақсаты кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық профилактикасын күшейту мақсатында жүргізіп отырмыз. Және ардагерлердің өмірлік тәжірибесін жастарға көрсету арқылы үлгі ретінде соларды көрсету. Енді қазір біз құқық бұзушылық профилактикасын күшейту мақсатында тағы да прокуратураның бастамашылығымен жастар ресурстары орталығы білім басқармасымен бірлесе отырып iDOS аккаунтын аштық. iDOS аккаунтында TikTok әлеуметтік желісінде iDOS аккаунтында сілтеме арқылы кіріп, кез келген құқық бұзушылық бойынша хабарлама беруге болады. Ол түскен хабарламалардың барлығы прокуратураның кезекші бөліміне түседі. Ол қажет болған жағдайда хабарлаған азамат жайлы ешкім білмейді. Анықталған мән-жай бойынша тиісті шаралар қолданатын болады. Прокуратура және полиция қызметкерлері қатысушыларға заң талаптарын сақтау, қоғамға қауіпті әрекеттерден аулақ болу, құқықтық сауаттылықты арттыру бағытында кеңес беріп түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер балалардың құқықтық мәдениетін нығайтып қана қоймай, олардың қауіпсіздігі мен болашағын қорғауға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Бұл жиынның мақсаты жастарға ардагерлер болсын, не болмаса үлгілі өнегелі жастар болсын, барлығын жастарға көрсету арқылы оларға оң бағыт көрсетіп, жол сілтеу болып табылады. Бұл жерде қазір құқық бұзушылықтың алдын алу, мемлекеттен беріліп жатқан оларға үлкен мүмкіндіктер, одан кейін қазіргі белең алып жатқан қылмыстар болсын, барлығы айтылып, одан бөлек қалалық прокуратура мен жастар ресурстық орталығының бірігіп ұйымдастырған жаңадан қосқан жобасы iDOS жайлы да айтылып өтілетін болады. Кәмелет жасқа толмағандардың көбісі TikTok желісінде отыратындығын ескере отырып, прокуратурамен бірлесіп iDOS деген әлеуметтік TikTok желісін ашып, қазіргі таңда олардан анонимді сұрақ алуға болатындай етіп жасап қойғанбыз. Қазіргі таңда жастарды көбінесе әлеуметтік желілермен ғаламтор тәрбиелеп жатқаннан соң, онымен күресу біз үшін әрине ауыр, дегенмен де барлық қызметкерлер, білікті мамандар осы бағытта қарқынды жұмыс жасауда. Жасанды интеллект болсын, жастардың ойы қай жақта екендігін мониторинг жүргізу арқылы біз үнемі осылай бірге іс-шаралар атқарудамыз, оның жемісін береді деген сенімдеміз. Бірақ әрине жастарды біз оң қоғам құруға шақырамыз. Осындай роликтердің барлығын түсіріп істеп отқан іс-шарасының бәрі мынау сіздерге деген өмірлеріңіз дұрыс болсын деген нәрсе. Мынандай ғимаратты соғып, осындай ғимаратта білім алып жатсыздар. Бұл әркімнің қолынан келетін нәрсе емес. Көп жаңа сіздер елді атап жатсыздар ғой. Европаны, Американы алсақ, ол жерде де көп білім ордаларының көбісі бұндайға сәйкес келмейді. Мынандай білім орда салып отыр. Ішінде керемет деген мұғалімдар жұмыс істеп отыр. Осының барлығы үкімет сіздер үшін істеп отыр. Мына сіздердің болашақтарыңыз үшін істеп отыр. Мен ойлаймын, қазір мына осы жердегі отырған балдарының барлығының алды жарқын болу керек деп. Сіздерге қиналсаңыздар, психологиялық кабинеттеріңіз бар. 111 бар, звондасаңыздар. Барлық жағынан көмек көрсетуге үкімет дайын болып отыр. 2025 жылдың 8 айында былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда кәмелетке толмағандармен жасаған қылмыстар 135%, оларға қарсы жасалған қылмыстар 8,6%-ға өскен. Өкінішке орай бүгінде жасөспірімдер көбіне ұрлық, алаяқтық, денсаулыққа қасақана, жеңіл зиян келтіру, ұрып-соғу, бұзақылық секілді қылмыстарды көп жасауда. Қарлығаш Байгөбек, Руслан Насиров, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.